Түнгі пойыздағы жылау. Пойыз қозғалып кетті. Терезе сыртында түн тыныштығы жайылып жатыр. Купеде 4 орын бар еді. Екеуі бос. Үшіншісіне мінген әйел терезе жақта үнсіз отыр. Тек иығы қалтырап тұрғаны ғана анық байқалады. Қасында отырған жігіт үндемей, қолындағы кітапты ашқан күйі, бірақ оқымай отырған сияқты. Кешіріңіз, деді әйел бір уақытта сыбырмен. Мен мазалап отырған жоқпын ба? Жоқ, мүлде, деді жігіт, бәрі дұрыс. Аз кем үнсіздік. Сосын тағы да әйелдің дауысы шықты. Бұл жолы даусында әлсіз діріл бар. Балам осы жолда көз жұмды. Пойызбен алып кетіп бара жатқанда кенет. Ол күрсінді. Терең жүректен шыққан күрсініс. Бүгін соның туған күні болар еді. Жігіт кітапты жапты. Оның жанарына ауырлық түскендей болды. Айтыңыз, деді ол жұмсақ үнмен, айта беріңіз. Кейде бөтен адамның құлағы ең сенімді құпия сандығы болады. Әйел бұған іштей алғыс айтқандай бас изеді. Ол 8-ге толатын еді. Бірақ 7 жасында дәрігерлер тым кеш айтты бәрін. Астанадан туған жерге әкетіп бара жатқанбыз, соңғы рет тыныстауы осы пойызда болды. Пойыздың тербелісі екеуінде тербетіп тұрғандай. Купеде тыныштық. Бірақ бұл үнсіздік ауыр, салмақты үнсіздік еді. Түн терезеге қарап, жылап тұрған әйелдің көз жасымен үндесіп жатқандай. Пойызды жақсы көретін. Терезеге қарап әр бұтақты, әр үйді санап отыратын, деді әйел, жүзіне кішкене ғана жылылық үйіріліп. Мама, пойыз бізді аспанға апарама дейтін. Жігіт үндемеді. Тек көзін төмен түсіріп, әйелдің әр сөзін жанымен тыңдап отырғаны анық еді. Соңғы сапары осы пойызбен болды. Әкесі жоқ, жалғыз өсірдім. Ауырда 6 жасында алғаш мұрнынан қан кетті. Бастапқыда ойнақтап жүгіріп жүре беретін. Кейін әлсірей бастады. Әйел қолындағы ескі орамалды қыса ұстап отыр. Даусы дірілдейді, бірақ тоқтамайды. Бір күні түнде, мама, мен ертең ұйықтап қалсам, оянбай қойсам ше, деді. Құдай-ай, бала неге ондай сөз айтады? Жігіт енді жай ғана тыңдаушы емес еді. Оның жанарында жанашырлық, жүрегінде күйініш бар еді. Сіз жалғыз ба жүрсіз? Деп сұрады ол ақырын. Әйел бас изеді. Иә, ол кеткеннен кейін бәрі мағынасыз. Адамдар жұбатар сөз таба алмайды. Кейде тіпті үндемегендері дұрыс сияқты. Жолаушылар пойыздың тербелісіне үнсіз тербеліп отыр. Терезе сыртында станциялар алыстап барады. Ал осы купеде жақындап келе жатқан сырлар мен шындықтар бар еді. Жігіт ұзақ үнсіздіктен кейін күрсінді. Мен де жалғызбын. Әйел оған көз тастады. Алғаш рет толық қарады. Онда да бір жара барын сезді. Әркімнің өз пойызы бар шығар, деді әйел ақырын. Кейде сол пойыздан түспей қаласың. Мейлі ол қайғыға апарса да. Түн түндігін жапты. Ал жүректерде ашылып үлгермеген сырлар қалды. Купеде жарық бәсең, сырттағы түн терең. Әйел сөзін жалғады. Бұл жолы даусы баяу, бірақ әр сөзі жүректі тіліп өтеді. Соңғы рет күліп қолымды қысып, мама, мен ұйықтап қалсам, мені істей берме, жарай ма, деді. Білесіз бе, мен ол кезде жай ғана қорыққан шығар деп ойладым. Қатты шаршап тұрған шығар деп. Әйел көз жасын сүртпеді. Енді ол жас аға берсін дегендей еркін ағуда. Қолында көк көжегі болатын. Сол ойыншығын кеудесіне қысып жатып тыныстай бастады. Үнсіз, сәлден соң тек тыныштық қалды. Жігіт көкірегін басып бір сәтке терең дем алды. Жүрегі қысылғандай. Ол әйелдің жүзінен көзін алмады. Бұл сөздер оған да таныс сияқты еді. Адам баласын жерлегенде өзі де көмілгендей болады екен, деді әйел. Бірақ мен өзімді көмбедім. Себебі ол күнде түсіме кіреді. Күліп жүреді. Жігіт орнынан сәл қозғалды. Сосын ақырын ғана сұрады. Қорқасыз ба? Түсіңізге енгеннен? Әйел таңырқай қарады да басын шайқады. Жоқ, керісінше. Күтем. Күні бойы күтіп түнде кіріп келсе екен деп тілеймін. Себебі менің тірі кезімде жалғыз үмітім сол. Пойыз сәл тоқтады. Терезеден кішкентай ауыл станциясы көрінді. Бірақ олар ештеңені байқамады.
Себебі олардың ішінде басқа әлем, басқа сапар жалғасып жатқан. Жігіт бір сәт ойланып қалды. Мен ешқашан ешкімге айтпаған бір шындықты айтайын ба? Деді кенеттен. Әйел сәл басын изеді. Айтыңыз, бұл түн бәрін тыңдай алады. Жігіт күрсініп көзін жұмды. Енді оның да шындығы ашылар сәт жақындаған еді. Жігіт ұзақ үнсіздіктен кейін баяу сөйлей бастады. Дауысы дірілдейді, бірақ шынайы еді. Мен де бір адамды күтем. Күні бойы емес, жылдар бойы күтіп келем. Әлі де тоқтаған жоқпын. Әйел оның көзіне қарап отыр. Бұл сөздер жеңіл әңгіме емес екенін сезді. Қарындасым бар еді. Тек мен емес, менің жанымның екінші жартысы еді. Екеуміз анамыздан ерте айырылдық. Содан кейін бір-бірімізге бәрі болдық. Ол терең тыныс алды. Сөз айту оған оңай еместін. 17 жасында із-түзсіз жоғалды. Қайда кетті, не болды, ешкім білмейді. Сол күннен бастап менің өмірім екіге бөлінді. Жігіт қалтасынан ескі фотосурет шығарды. Ақ пен қараға боялған, бала кездерінен түскен бір сурет. Онда бауырмалдық пен шынайы күлкі бар. Әр пойызға отырғанда үмітпен отырам. Кездейсоқ бір станцияда күтіп тұрар ма екен деп. Әйел көзін сүртті. Бұл көз жасы енді тек қайғы емес, ортақ жараның көз жасы еді. Мен сізді түсіндім, деді ол жай ғана. Сіз баланы күтіп жүрсіз, мен қарындасты. Екеуміз де жоқтарды тірідей құшақтап келеміз. Жігіт бас изеді. Мен бұл пойызға жай мініп отырған жоқпын. Осы бағытта бір хабар шығыпты, деді. Сол себепті келем. Купеде үнсіздік орнады. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдан өзгеше еді, екі адамның жүрегіндегі бос орында бір-бірінің әңгімесі толтырып тұрғандай. Адам күткен сайын тірі қалады екен, деді әйел. Бәлкім, күту өмірдің өзі шығар. Иә, деп сыбырлады жігіт. Кейде сапар емес, күту шын мәнінде жолдың өзі. Түн терең. Бірақ олардың ішкі жарығы енді сөне қоймас. Пойыз тағы бір станцияда тоқтады. Кішкентай ауыл. Аяз сүңгіген терезеден станция атауы көрінбейді, бірақ суық лебін сезуге болады. Купе есігі сықырлап ашылды. Ішке жас шамасындағы әйел кірді. Қолында орташа сөмке, үстінде сұр пальто. Тек көзі терең әрі таныс бір мұңға толы. Кешіріңіздер, бос па? Деді ол ақырын. Жігіт пен ана бас изеп сәл шегіне берді. Әйел жоғары сөреге сөмкесін қойып орнына жайғасты. Ұзақ үнсіздік орнады. Купеде үш жан, үш тағдыр, бірақ бір ғана тылсым тыныштық. Жаңа жолаушының көзі анаға қайта-қайта түсіп отыр. Бейне бір таныс бейнені іздегендей. Ал ана болса, жай ғана терезеге қарап, сыртқы қараңғылықтан ішкі үнсіздігін іздеді. Кенеттен жаңа жолаушы тіл қатты. Сіз кешіріңіз, сіздің атыңыз Гүлнар емес пе? Ана жалт қарады. Даусы дір етті. Иә, сіз мені қайдан білесіз? Жолаушы үнсіз қалды. Жігіт екеуі аң-таң. Көзқарастар тоғысып, ішінде жауабы бар сұрақтар тулап жатты. Мен сіздің ұлыңызбен таныс болдым. Ана орнынан қозғалып алға еңкейе түсті. Даусы қатқыл әрі үрейлі шықты. Қалай? Қашан? Ол? Жолаушы басын изеді. Ауруханада бірге жаттық. Мен де ауыр дертпен күрестім. Ол мені өмірге қайта сендірді. Күнде анасы туралы айтып отыратын. Сіздің үмітіңізді айтып, сіз үшін күресіп жатқанын айтатын. Ана егіліп жылады. Бұл жылау енді бос жылау емес, бұл естелікпен қауышқан жүректің жарылысы еді. Жігіт жаңа жолаушыға қарап таңданысын жасыра алмады. Бәлкім, бұл кездесу кездейсоқ емес. Бәлкім, бұл ұзақ жылдар күткен жауаптардың бастауы еді. Купедегі үнсіздікті жаңа жолаушының баяу сөздері бұзды. Ол әркез сізді еске алатын. Менің анам мықты. Ол күтіп отыр дейтін. Соңғы күндері маған бір хат жазып беруімді өтінді. Әлсіз еді. Өзі жаза алмады. Гүлнардың көзі шарасынан шыға жаздады. Қайда? Ол хат қайда? Жолаушы сөмкесінен ескі, бүктелген конверт шығарды. Жоғарғы бұрышына әлсіз қолтаңба, анама. Әйел қолын дірілдете созып хатты алды.
Қағаздан баласының иісі аңғығандай. Ол оқымастан кеудесіне басты. Жігіт орнынан қозғала алмай отыр. Сосын кенет: Сіздің атыңыз кім? Деді жолаушыға. Ләйлә. Неге? Жігіт орнынан атып тұрды. Қарындасымның аты да Ләйлә еді. Ләйлә сәл тосылып қалды. Сосын көзі кең ашылды. Сіз жандоссыз ба? Купеде тыныштық қаттырақ соққан жүрек соғысына ұласты. Бұл сәт жай кездесу емес, жоғалған бауырлардың қайта табысу сәті еді. Ләйлә, сен тірісің бе? Аға, деді Ләйлә сыбырлап. Мен сені іздедім. Бірақ өзімді де таба алмадым. Екеуі құшақтасты. Жылап тұрып, уақыттың бәрін кешіріп жатты. Ана бұл сәтке куә болып, көзінен қуаныш жасы сорғалады. Балам кетті, бірақ сендер табыстыңдар. Бұл тағдырдың маған берген екінші тынысы. Терезеден таң жарығы көрінді. Пойыз енді сапардың соңғы аялдамасына жетіп қалған. Бірақ бұл жолаушылар үшін дәл қазір ғана жаңа өмір басталған. Бұл түн жай түн емес. Бұл түн үмітті, шындықты, сағынышты және өмірді қайта тірілткен түн болды.